Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан мемлекетінің құрылу тарихын білесің бе? Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысының ерекшелігімен таныссың ба? Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қарахан мемлекеті қалай құрылды? Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлұқ қағанатының ыдырауымен байланысты. 942 жылы Білге Күл Қадыр ханның немересі Сатық Боғра мемлекеттің негізін қалады. Жаңа құрылған мемлекеттің аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан жерін алып жатты. Алғашқы орталығы Ордакент, Қашғар, кейін Баласағұн болды. Қарахан мемлекетінің құрамында Жікіл, Яғма, Тұқси, Болат, Қарлұқ тағы басқа түркі тілдес тайпалар болды. Қарахандардың қоғамдық құрылысы жайлы не білесің? Қарахан мемлекетінде ерекше әскери әкімшілік басқару жүйесі орнады. Басқару жүйесінің ең басты ерекшелігі Арслан және Боғра әулеттерінің қатар билік құруы болды. Билік мұрагерлік жолмен берілді. Билік иелерінің қатарына хан ұрпақтары, тегіндер, ілік хандар, бектер, нөкерлер жатты. Уәзірлер ханның кеңесшісі қызметін атқарды. Ханның саяси әкімшілік іс жүргізетін орталығы Орда деп аталды. Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Мемлекетте жер иелену мен салық жинау жүйесі өзгеше болды. Қарахандықтарда иқта деп аталатын жер иеленудің ерекше түрі қалыптасты. Оны иеленушілерді иқтадар деп атады. Бұның мәні хандар өз туысқандарына белгілі бір аумақтан салық жинау құқығымен бірге жер иқта сыйлады. Бұрын бұл салық мемлекет пайдасына жиналатын. Дінбасылар мен діни мекемелерге ірі жер иеленушілер, көшпелі әскер басылар өсиет етіп берілген жерлерде болған. Ол жерлерді вақыфтық жерлер деп атаған. Вақыфтық жер иелері салықтан босатылды.